Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Теректі ауданы білім беру бөлімінің Бәйтерек бөбекжайы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорында ұйымдастырылған заттық дамытушы орталықтар жай ғана бұрыштар емес. Бұл балалардың жан-жақты дамуына арналған арнайы ұйымдастырылған кеңістік. Оның пайдасы өте көп. Себебі ол баланың танымдық, әлеуметтік және шығармашылық қабілеттерін қалыптастыруға көмектеседі. Ең алдымен сіздердің назарларыңызға бөбекжайымыздағы ұлттық бұрышты ұсынамыз. Ұлттық бұрыш балаларға қазақ халқының салт дәстүрін, ұлттық құндылықтарын, мәдениетін таныстыратын арнайы безендірілген орын. Бұл бұрыш арқылы балалар отанын, елін, тілін құрметтеуге тәрбиеленеді. Ұлттық рух қалыптастырады, тіл байлығы дамиды, әдептілікке, сыйластыққа үйренеді, халық дәстүрін білуге баулиды. Балалар ұлттық ойындарды қызығушылықпен ойнап, белсенділік танытып, қазақ халқының ұлттық салт дәстүрлері туралы алғашқы түсініктерін қалыптастырады. Ойын барысында балалардың ойлау, есте сақтау қабілеттері жақсарады. Топтағы балалар бір-бірімен ынтымақтастықта жұмыс істеуге үйренеді. Қимылды ойындар арқылы олардың ептілігі мен шапшаңдығы артады. Балалар ұлттық бұйымдарды танып, атауларын дұрыс айтуға дағдыланады. Ұлттық бұрыш балабақшадағы тәрбиелік маңызы зор орталық. Мұнда балалар қазақ халқының мәдениетімен танысып, ұлттық құндылықтарын құрметтеуге үйренеді. Шығармашылық орталықта балалардың жан-жақты дамуы жүзеге асады. Атап айтқанда, балалардың қиялы мен шығармашылық ойлауы дамиды. Ұсақ моторикасы жетіледі, эстетикалық талғамы қалыптасады. Өз-өзіне қызмет көрсетуі, зейіні мен шыдамдылығы күшейеді. Сөйлеу мен тіл байлығы дамиды. Өз бетінше жұмыс істеу дағдысы қалыптасады. Осындай ортада балалар сурет салып, жапсырып, мүсіндеп, түрлі материалдармен жұмыс істеу арқылы өз қабілеттерін ашады. Арт-терапия орталығында балалармен жұмыс арнайы ұйымдастырылған, жүйелі және маманның бақылауымен өтеді. Мұнда бала өзін қауіпсіз сезініп, шығармашылық арқылы ішкі сезімдерін еркін жеткізе алады. Осындай орталықта балалардың өзіне деген сенімі артып, эмоцияларын дұрыс басқаруды үйренеді, әрі психологиялық тұрғыдан жеңілдік алады. Тыс жақтысында балалар тек демалып қана қоймай, әртүрлі пайдалы және қызықты істермен айналыса алады. Тыныс алу жаттығулары тұзды ауамен баяу демалып, өкпені жаттықтырады. Еркін ойындар. Тұзды құм сияқты пайдаланып, ойнау, қазу, пішін жасау. Сурет салу. Тұз бетіне немесе арнайы тақтаға сурет салу арқылы шығармашылығын дамытады. Құрылыс ойындары. Тұздан шағын қамал, үй жасау. Тыныштықта дем алу. Жайлы ортада жатып, музыка тыңдап, немесе ертегі тыңдау. Ал экологиялық тәрбие орталығы балаларға табиғатты сүюге, қорғауға және оны дұрыс күтіп баптауға үйрететін арнайы дамытушы орта. Балаларда табиғатқа деген сүйіспеншілік пен жауапкершілік сезімдері, қоршаған ортаны қорғау мәдениетін үйрену, табиғи құбылыстар туралы алғашқы түсініктері қалыптасады. Бақылау және зерттеу қабілеті, экологиялық мәдениеті, қамқорлық және еңбек дағдысы, сөйлеу және ойлау дағдылары дамиды. Экологиялық тәрбие бұрышы арқылы балалар табиғатты бағалауды үйреніп, оны қорғау әр адамның міндетті екенін түсіне бастайды. Жайымыздағы мамандықтар бұрышы балаларды әртүрлі кәсіптермен таныстырып, олардың қызығушылығын оятуға арналған дамытушы орта. Балаларға әртүрлі мамандықтың мәнін түсіндіру, еңбекке құрмет сезімін қалыптастыру, қызығушылықтары мен бейімділіктерін анықтау осы бұрыштан басталады. Әр мамандық иесіне құрмет көрсете білу керектігін түсіндіре отырып, балалардың сөйлеу қабілетін, қиялын және рөлдік ойлауын, әлеуметтік дағдыларын, еңбекке қызығушылықтарын оятамыз. Мамандықтар бұрышы арқылы балалар болашаққа қызығушылықпен қарап, әр еңбектің маңызын түсіне бастайды. Цифрлық сауаттылықтарын дамыту орталығы балаларды ақпараттық технологиялардың
қарапайым негіздерін үйрететін, ойын арқылы оқытатын арнайы оқу кеңістігі. Бұл орталықта балаларды цифрлық құрылғылармен қауіпсіз таныстыру, қарапайым компьютерлік дағдыларды қалыптастыру, логикалық ойлау, зейін, есте сақтау қабілеттерін дамыту жүзеге асады. Бұл орталық балаларға технологияны тек ойын ретінде емес, үйрену мен дамудың құралы ретінде дұрыс пайдалануға көмектеседі. Бөбекжайымыздағы саз жетекшісінің орталығы балалардың музыкалық қабілеттерін дамытуға арналған арнайы орта. Бұл орталықта балалардың музыкаға қызығушылығын арттыру, есту, ырғақ сезімін дамыту, ән айту, би билеу арқылы шығармашылық қабілеттерін ашу жұмыстары жүргізіледі. Бұл бұрыш балаларға музыканы сезініп, оны қуанышпен қабылдауға мүмкіндік береді. Бөбекжайдағы дене тәрбиесі нұсқаушысының орталығы балалардың денсаулығын нығайтып, қимыл қозғалыс дағдыларын дамытуға арналған арнайы орта. Балалардың дене дамуын жетілдіру, қимыл қозғалыс белсенділігін арттыру, салауатты өмір салтына қызығушылығын қалыптастыру осы орталықта жүзеге асырылады. Бұл орталықта балалар денсаулығын нығайтып, қозғалыс арқылы қуаныш пен сергектік алады. Біздің бөбекжайымыздағы заттық дамытушы орта тек ойын алаңы емес, баланың ойын арқылы әлемді тануына және тұлға ретінде қалыптасуына үлкен әсер ете отырып, үлкен өмірге дайындық ретінде жол ашатын ерекше орта.